Бүгін сіздермен съемка балығын қуыру әдісімен бөлісемін, және де ауыздан дәме кетпейтін соусты әзірлейтін боламыз. Ол үшін менің видеомды аяғына дейін көріңіз. Алдымен балықты жақсылап жуып, тұз, бұрыш, паприканы қосып, щеткамен жағып шықтым. Балықты 10-15 минутқа тұзы сіңгенше қалдырамыз. Келесіде пешімізді қыздырып, табамызға майымызды құйып, осылай балықтарымызды қуырып аламыз. Мен балықты қызарғанша қуырғанды жақсы көрем. Сочный, прям дәмі өте керемет болып шығады. Осылайша балықтарымызды 5-7 минуттай қуырып аламыз. Келесіде маған соусты дайындау үшін 33% кілегей қажет. Келесіде пешімізді қыздырып, жеке ыдысқа жаңағы кілегейімізді құятын боламыз. Барлық мөлшерлерін төменге жазып кетемін. Енді кезекте біздің соусымызға чеснок қосамыз. Менде сушеный чеснок болды, және де укроп, тұзды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Екеуінде салмасына да күрішті дайындап қойдым. Соусты көп қайнатып қажеті жоқ, бір бұрқ етіп қайнағанның өзінде осындай қоюланса болғаны. Көріп тұрғандарыңыздай біздің соусымыз дайын. Енді кезекте осылай тәбеташарлықтай қылып дастарханымызға ұсынатын боламыз. Түрде осы съемка балығына осы соусты дайындап көріңіз, өте дәмді болып шығады. Біздің съемкамыз дайын болды. Менің парақшама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз.